Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. FIDE Women's Grand Swiss 2023 мен аралы Ұлыбритания. Біздің Камаледенова Меруерт Валентина Гунинаны ұтып алды. Сонымен Меруерт 2005 жылғы 18 жаста гроссмейстер 2351. Валентина Гунина, атақты Валентина Гунина 1989 жылғы ерлер арасындағы гроссмейстер 2439 деген сияқты. Сіздермен бірге осы партияны тамашалайық. И4, С6, Каракан Defense, немесе Каракан қорғанысы, Д4, Д5, Каро бір бөлек, Кан бір бөлек деген сияқты. Д-ат, Д2, бұл енді таррыш варианты деп аталады. Көбінесе өткені мына француз қорғанысында да ол деген мына атты Д2-ке орналастырады. Жедік және ат F6. Бұл енді қазіргі таңда өте сәнге айналған варианттардың бірі. Әсіресе Каракан қорғанысындағы жедік, бұл жерде екі мүмкіндік бар. ЖФ деген мүмкіндік бар және ИФ деген мүмкіндік бар. Бірақ қазіргі таңда ИФ сәнге айналды, тренд болды деген сияқты ғой. С3 өзіміздің негізгі орталығымызды нығайтамыз. Піл-Д6, Піл-Д3 патшаны сарайға кіргізді және уәзір С2. Байқасаңыздар, мына пілдің шығуына аса үлкен мүмкіндік бермейді, не F5-ке, не G4-ке. Қазіргі таңда уақыт жоқ. Мына сарбаздың мәселесін шешу керек. С5. Енді мен шын айтам, өз басым мына H7-дегі сарбаз жек бетер едім. Бірақ Меруерттің кәсіби деңгейі менен жоғары. Сол себепті ол білетін шығар деген ойдамын. Ат I2, H6, піл I3 және уәзір C7. Мына батарея және бұл батареяның ең басты мақсаты бізге мына патша қанатына кіруге мүмкіндік бермейді. ДЦ, піл C5 және піл F4. Тағы да қосымша не алуға болады? Темп деген сөз не? Ол уақыт деген сөз. Уақыт, байқасаңыздар, біз деген 4, тақтырақ айтсақ, Меруерт 4 ойыншысын шығарды, ал қарсылас деген бар болғаны өзінің екі-ақ қана ойыншысын іске қосты фигурасын. Уәзір Б6 бұл батареяны сіздер жақсы білесіздер деген ойдамын, және F2-дегі сарбаздың қал жағдайын білгісі келіп тұр. Тез арада патшаны сарайға кіргіздік, ат С6 және Б4. Мен өз басым бұндай жүрістерді аса ұнатпаймын. Өйткені болашақта мына С3 деген сарбаз жартылай ашық жолдағы артта қалған сарбаздардың қатарына кіреді. Бірақ мен сияқты ескіше ойлайтын адамдар аз-да-аз, енді кем-де-кем деп атқаным ғой, бірақ бұл заманауи шахмат, бұл жерде осылай ойнауға болады. Піл I7, тура F1, өзіңіздің ойыншыңызды ашық тік жолға орналастырасыздар. Піл I6, ат G3, тура F8 және уәзір I2. Бұл жерде не айтуға болады? Меруерт өзінің бүкіл ойыншыларын ақырындап мына патша қанатына жақындап келеді. F8, уәзір F3, Филидорды есімізге түсіреміз, тура А D8 және ат H5. Ат H5 және байқасақ қазір қауіпті бір жағдайлар болуы мүмкін. Піл H6, ат F6 деген сияқты әртүрлі мүмкіндіктер бар. Өйткені байқасаңыздар, мына ойыншылар өзінің патшасына әдемілеп тұрып көмектесе алмайды. Атты негізгі орталыққа қойды. Түсініксіз шешімдердің бірі не себепті бұлай істеді? Өйткені соншалықты қорқынышты еді. Мен енді нақты варианттарды қазір есептеп көрген жоқпын. Жасанды интеллект және мықты компьютерді қосқан жоқпын. Бірақ не себепті міндетті түрде атты негізгі орталыққа орналастырды. Жедік және тура I5. Байқасаңыздар, біз деген негізгі орталықтағы сарбаз жек қойдық және біздің басымдығымыз азайған жоқ. Және мына аттың да, мына пілдің де қаншалықты мәртебелі екенін сіздер өте жақсы түсініп тұрсыздар. D6, I3, тағы да бір рет біз атақты Филидорды есімізге түсіреміз, 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екен. Уәзір C7 батареяны құрды және мына сарбаздың қал жағдайын білгісі келіп тұр. H3 және патша H8. H8 және тура A I1. Уәзір C3 мен үшін енді бұл
кәсіби деңгейі өте мықты ойыншылардың бірі неге уәзір C3 деп жүрді? Түсініксіз. Мүмкін мынадан қорыққан шығар. Өткен тура E6 жедік, содан кейін уәзір E4 деген сияқты мынандай амалдардан қорыққан шығар, бірақ уәзір C3 мен мүлдем түсінбей тұрмын. Не себепті? Басқа амалдар жоқ болмады, басқа мүмкіндік. Әрине мен көріп тұрмын. Мынаны жейді, содан кейін егер мынаны жейтін болса, мынаны жейді, содан кейін былай қарсыластың аумағына кіруге мүмкіндік бар деген сияқты. Бұл варианттар өте қауіпті екені түсінікті, бірақ неге уәзір C3? Білмеймін енді. Піл B5 ашық шабуыл, жедік, және A3. A3 былай және уәзір B7. Осымен ойын аяқталды шын мәнінде. Өйткені қаралардың ешқандай мүмкіндігі жоқ. Олар деген өте нашар. Енді не айтуға болады? Дебютте Меруерт өте сауатты ойнады, және осы сауаттылықтың арқасында ол деген үлкен басымдыққа ие болды. Содан кейін қарсылас деген не бастады? Қателесе бастады. Мына қателіктер бар деген сияқты. Осының барлығын көруге болады. Уәзір C3 те түсініксіз шешімдердің бірі. Піл B5, жедік, және A3. Бұлай уәзір B7. B8, уәзір F3, бұлай және уәзір C6. Вау! Мынау енді мықты. Керемет шешімдердің бірі. Керемет шешім, өткені 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екенін сіздер өте жақсы білесіздер, және байлап тастады. Бұлай F3, мыналардың барлығы толығымен уәзір қанатында жүр, және қазір осы үшін олар деген жапа шегеді деген сөз. Бұлай E6, міне айтқанындай, тура E6. Бұл енді бұндай шешім өте қиын, өткені көбінесе біз деген өзіміздің ойыншыларымызды, фигураларымызды құрбандық ету өте қиын. Өткені тураның құны 5, ал пілдің құны E6. Бірақ бұл піл жалғыз піл, және осы патшаны қорғап тұрған сол. Бұлай және ат F6. Өте керемет шешімдер. Комбинация және кімнің Меруерттің осындай мықты ойыны бізді енді қуантады. Бұлай шах, жедік, және шах. Неге бұны арғай жалғастырды мен түсінбеймін, және мүлдем сыйламайды ма деген сияқты. Қазақтың қыздар осал деп ойлайды, өткен уәзір деген мынандай патшамен ойынды жалғастыру. 3, жедік, арғай аса қызық емес, бұлай және уәзір E4. Болды, мен осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ме? Мен уәзірді де беруге дайынмын дейді. Өткен неге? Мына сарбаз қазір кімге айналады? Қазір болашақта ол деген уәзірге айналады, және уәзір E4. Өте техникасы мықты екен. Меруерттің мен шын жүректен қуаныштымын. Екінші жеңісі құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Жақсылықта кездесейік. Сау, сәлемет болыңыздар.